Ё-моё! Vay. Сәлем достар! Сіздермен бірге Puzzle Life арнасы, менің есімім Али. Ал менің есімім Әділ. Бізде бүгін кулинарный рецепт видео тамақ әзірлейміз, бірақ бүгін бізде кәдімгідей видео болмайды. Біз бүгін интернеттегі ерекше рецепттер тексеретін боламыз. Әділ маған 3 видеоны жіберді. Мен ол видеоларда жаңағыны көріп отырмын, негізі бар ғой. Сол видеоларды көреді, және біз екеуміз сол рецепттерді дайындап көреміз. Ал енді кеттік. Именно видео түсіретін күні, именно осы лайв видеоны түсіретін күні менде мына жерде еще қараш қандай үлкен болып шықты. Безу. Бізге 2 алма керек болады. 2 деген бірнеше алма, біз көп алған жоқ. Біз 2-ні алдық. Бір қызыл, бір жасыл алма алдық. Соған ортасына Twix саламыз да, оны духовкада әзірлейтін боламыз. Не дәл қазір көріп тұрсыңдар, видеода примерно осындай болып шығу керек. Бүгінгі видео мақсат, достар, оңай әрі тез жасалатын рецепттерді тексеру. Видеоға түсір алдында андығы мұртында алмайсың ба? Алып тастаймыз. Наны ортасынан немен кесемін? Бізде ондай видеодағыдай пышақ жоқ қой, бізде мынандай топ-томалақ пышақ. Мен саған кәдімгі пышақты дайындап қойдым. Міне. Рецептке арналған заттарды жемесе. Қойшы қалдығын жеп отырмын ғой. Немен түсіріп отырсың? Алманы түсірсей? Міне іші, короче, былай болды. Енді Twix-тарды сыйдырайық мына жерге. Білмеймін, мынаған сияма жоқ па, мынаған точно сыю керек. Twix. Жарсағын жетеді бізге, не былай. Или кішкенесін алып тастайын ба? Жақсы осы. Қазір енді бұл қанша минут дайындалу керек духовкада? 10 минут деді. 180 градуста. 200 градус духовкаға салып. 180. 180. Әй, қайда кет? Жесть. Ей, не жарыс болды жыны? Ол ана бөлмеде алмас World of Tanks'ты ойнап жатыр ғой. Негізі біздің алмаларымыз қазір піскенше, бізде екеуміз бірнеше катканы ойнап жібере аламыз. Сонда бұл ойынның сонша не қызығы бар? Сен реально білмейсің бе? Ең біріншіден бұл шынайы графика мен әсерлі де жалынды шайқастар. Ойын алғаш минуттардан-ақ жойқын және шулы қырылыстармен таң қалдырады. Өзің көрдің ғой, алмас қалай беріліп ойнап жатыр. Тұра тұр, ондай болатын болса, ол қалай ойнап жатыр? Біздің компьютер мұндай ойындарды тартпаушы еді ғой. Қойш, ойын негізі кез келген компьютерді тарта алатындай қылып жасалынған. Тұршы, мен нағыз профессионалдың ойын көрсетейінші. Себебі бұл жерде атысу басты мақсат емес қой. Шайқас стратегиясы міне нағыз өнер. Мықты ойнау керек, әйтпесе аңғарға оралып қайтасын. Офигеть, мұнда двуствольный танктар да бар ма не? Бұл саған көне замандағы Тетристағы танктар емес, бұл World of Tanks. Шайқастарды қираған қалаларда, қарлы тауларда немесе шөлді далаларда жүргізсем болады. Ал қырылыс біткен соң аңғарға оралып қаруларыңды күшейтіп, өзілі жаса бере аласың. Мә, ондай болса мен дәл қазір ойнауға кеттім. Асықпа, алдымен осы видеоның сипаттамасындағы сілтемеден өтіп, бонустарыңды алып кет. Қойшы, бонустар да бар ма мына жерде? Сенің тез дамуына ойын өзілесін қосып, саған 7 күнге премиум аккаунт, 400 000 кредит, мықты Т2ЛТ танкін және Т127 мен БТ7 артиллериялық танктерін жалға алуға мүмкіндік береді. Енді ойынды жүктеп, World of Tanks пен мықтылардың қатарына кір. Ең алдымен байқасан, сары мен ағын бөлеміз. Оны просто сковородкаға, табаданға құйып, жай бір нені қуырып жібереміз да. Ағын прям взбивать етіп, мынандай бұлт жасаймыз да. Сол бұлтты тоже үстіне саламыз. Короче, мен нешінің бір айтып. Соңында, короче, мне осындай болып шығу керек. Дәл қазір. Сондай ерекше омлет. 2 ыдыс дайындап қойдық. Сары уызға және ақ уызына. Бізге 3 жұмыртқа керек болады. 3 жұмыртқамыз дайын. Алдымен қуырамыз ба? Енді мына жылтоғын алдымен қуырып аламыз. Мынаны безен деңгейіне дейін бастырып тастау керек. Так, қалай ойлайсың? Жете ме? Менің ойымша жетеді. Қантты көп салып жерді білесің ба қазір айтады нені? Күйе бастаймын. Қант күйе бастауы мүмкін. Короче, Али анда нетіп жатқанша мен барып мына жерге май қоса үйейін біздің сковородкамызға. Ана жерде Twix ери бастады бар ғой. Вая! Мынау қазір кішкене ыссын. Жұмыртқаларымызды
сал жібереміз ана жерге. И мына болтты сол жерге үстіне етеміз. Қорылып қалсын. Қорылсын. И үстінен біз ананы просто саламыз ба? Иә. Мына кішкене жай жер былай. Мынаны қалай өз қалай дайын болды? Сыртынан саусақпен ұстап көр, ана жабысып ылғалды болып тұрмаса, значит уже дайын болды. Жабысып қалды, көрдің бе, әлі дайын емес. Мынаны крышкамен жабу керек па? Жоқ, мына жабса полностью анандай вареный жұмыртқа сияқты болып қалады. Бізде мына алмамыз духовкадан әзірленіп жатыр. Мынау табадан да жұмыртқамыз әзірленіп жатыр. Бізде мынандай бірдеңке шықты. Жаңағы видеода қалай істеді? Екіге бөлді, есінде ме? Екіге бөлді. Екеуін бір-біріне жабыстырып қойды да. Ыстық күйінде сөйтіп істей салайық па? Иә, конечно, жабысып қалсын. Оппа, тағы кішкене болса асты. Болды, мынаны енді жейміз. Мынаны тек қана жейміз дейсің бе? Или соңына қалдырып қояйық па оны? Барлық бірге дайын болған кезде. Ну, мне кажется, қазір әлі әзірленеді еще ыстығынан. Онда тұра тұрсын, наверное. Енді бізде почему-то достар 10 минут деді. Бізге 10 минут аз болып тұр ғой деймін. Ана біздің алмаларымызға ери бастады ма, білмеймін. Бірақ алмалар что-то әлі әзірленген жоқ бізде. Әзірше тұра тұрсын. Біз келесіне Біз келесі рецептке көше берейік. Міне дәл қазір мына жерде сол видеоны көріп тұрсыздар. Біз ол жерге сгущенканы жарты банкасын ағызамыз. Кімде мынандай не болса, өз анандай алюминиевый банкасы болса, оны түгелде ағызып тастаңыз. Кімде мынандай болса, жартысын ағызып, ол жерге 4 какао пачкасын салуға пачка емес, 4 ас қасығын салуға ұмытпаңыздар. Жартысын құйық или бәрін құйық? Білмеймін. Мен просто ойдан айтып жатырмын, видео есімде жоқ. Ол жерде дейтін шығармыз? Ол жартысынан көбі негізі. Әділ, нормально. Енді бізге какао қосамыз, иә? Мынаны несіне? 1, 2, 3, 4. Міне достар. Тағы бір жерін саласайын ба? Сал жейік, давай. Как раз көп болды. Ана жерден неме қайнап тұрған жер. Араластырамыз. Араластырғаннан кейін май саламыз. Бірақ май саламыз. Ал, бастайық. Обалды. Міне мынау жартылай дайын, мынау полностью дайын, енді ананы біз шығарып көрейік. Қайда қоямын? Дай, мұнда қоя салайық, мынаны жылжытып тастайық. Саусағым күйді. Ё-майо, мына Twix жанып кетті әлі. Видеода не деп айтты? Видеода алманың ішіне Twix саламыз, 10 минут ұстаймыз деді. Біз 10 минут ұстадық, ол піскен жоқ. 15 минут ұстап едік, міне қараш не болып кетті. Biz 15 minut ұстаған жоқпыз, біз даже 20 минутта ұстадық. Ой-ой. Алма негізі пісіп үлгерді ме? Пісіп үлгерді. Менің ойымша мынау қазір әлі әзірленеді, сондықтан мыналар суып немесе бұзылып қалмай тұрған кезде давай дәмдерін көрейік. Дәмін көрейік. Мына кесілу кайф қой. Реально жаңағы видеодағы сияқты. Мынаны былай екіге бөлейік мынаны. Бұл жаман дәм. Ой-ё-майо. Сен ана жағын кесіп алшы. Қысқым кетті ме? Мен әділ айтшы, мен құсам қыз. Аз көреміз. Давай. Ал. Сен неге жемей жатсың? Сен несіне реакцияда қарап отырмын да. Ах ты тварь. 1, 2, 3 бауызға сал жейміз. 1, 2, 3. Таза жүрген лашынасы ғой, ё-майо. Жей давай. 1, 2, 3. Кішкентай кезден бері осындай лашыға қояды. Достар, интернетте көрген бәріне сене бергендерші. Жоқ, мынау қараңыз достар, мынау әдемі. Әдемі. Мынау негізінде мында бычытның дәмі. Ванилин қоссаң бұлтқая, аны ванилин қанды араластырып көп салсаң, мүмкін дәмді болады. Мен ойымша. Шикі жұмыртқаның дәмі шығып тұрды. Нан кесеміз қазір. Иісі бір түрлі болғанмен, может дәмі жақсы шығар. Әне сен ананы ал, мен жақсы. Андағы күйік қоғасы құшып қойасың. Жоқ, мына жағынан осындай. Осындай. Түрі сүйкімсіз болғанмен, мүмкін дәмі жақсы шығар. Ал пісімлі деп көрейік. Бісміллә. Алма жақсы, бірақ мынау жаман. Мен күйіп қалды. Мен саған айтты күйік жемеді. Мен мысалы мынаның насасын алды. Ортасындағысын жел жақсы. Қалай көрінеді? Дәмі де солай. Қуырылған алма Twix-пен. Twix просто анандай свежий Twix емес, анандай қат-қалың какой-то бір карамель сияқты, бір какой-то леденец сияқты Twix болып қалды. Қарайтын болсақ, міне осындай болып шықты. Мына үсті күйіп қалған дегенде жаман, қалған барлығы өте дәмді, өте жақсы. Кәдімгі конфетка сияқты болып дәмі шықты.
тура видеодағыдай шықпай тұр. Ожидание реальность болып тұр ғой. мына тым сұйық болып тұр бізге. Ана кісі айтқан видеода әйел айтты ғой, өзінде глянцевый бір какой-то не пайда болу керек, майды қосқаннан кейін. Сонда глянцевый біздің түсіміз пайда болды. Мен сияқты білесің тоже. Мынамыз қанша лайк жинайды? Діл. Бізге енді не керек? Пищевой пленкамыз керек болады. Осылай ашып аламыз. Не жаямыз. Екі слой жайық, иә. Енді бізде достар дәл видеодағыдай мүмкін шықпайтын шығар, бірақ ұқсас болу керек. Басқа сөздермен айтатын болсақ, бұл бізде ирисканың қамыры болады. Балқытып жібермей ма пленканы? Шын қараңдаршы. Мынаны жуу тіпті обал ғой. Суылған кезде сразу қою болып кетті. Қарашы, енді қара, енді видеодағыдай болып кетті. Дәл сол. Суыту керек, кажется. Таза ириска ғой. Біз видеомызды енді ертең бірақ жалғастырамыз. Кішігірім қорытынды жүргізіп жіберейік. Кішігірім қорытынды. Бірінші рецептіміз визуалды түрде қарасам дәл болып шықты, бар ғой. Бірақ дәмі деген быт-шыт, бар ғой, быт-шыт, жаман, бірақ әдемі. Так, мынандай баға бережек, көрермендерімізге айтайық, біз былай және былай бағаны береміз. Біз қайталадық деп айтсам болады ма? Болады, бірақ дәмі осылай. Жаман. Енді келесі бізде не болды? Бізде міне мына алмалар болды. Дәмі орташа. Али, дайындалу әдісі дұрыс емес болып шықты. Ол жерде 10 минут деді, біз 10 минуттан артық сұрадық. Жоқ, біз алдымен 10 минут ұстадық. 10 минутта ол вообще пісқан жоқ. Қалай шикі болып тұрды, солай шикі болып тұра береді. Ондай болатын болсақ, менің ойымша сырты, дәмі, бәрі былай. Қайдағы дәмі былай бұл? Дәмі жарай былай. Иә. Ирискамыз біз дәл қазір ештеңке айта алмаймыз, өйткені ол бізде су керек. Түнге қалдырып қоямыз. Және бұл ирискан бағасын беру үшін біз әлі екеуіміз ертеңге дейін күтеміз. Ал сіздерге ол бірнеше секунд болады. Сол секундта лайк басып, пікір жазып үлкеніңіздер. Ал біз кеттік. Сендерге 1-ақ секунд өтті, ал бізге қанша күн өтті? 5-6 күн өтіп кетті. Почти 6 күн достар. Қазір мен холодильниктен шығарам. Чотта анау қатыққан жоқ. 6 күнді қандырып. 6 күн градусында төп. Мынау кетіп қалды ғой. Морозильник несі болады ғой? Кішкене еттің несі. Жоқ, әділ, біз анандай видеодағыдай ириска кәмпитті жасай алмаймыз, өйткені ол бұлай болып отыр, қарасы. Лепешка? Ой, Мариодағы грибочек бұл қалай. Алдымен кесейік. Қалай кесем мен? Кәдімгі квадратиктарға кесіп көрем. Мынау точно анандай видеодағы сияқты шықпайды, себебі біз қажетті уақытта неткен жоқпыз, оны қайнатқан жоқпыз, кажется. Әділ, кесілмейтін түрі бар ғой деймін. Екіге бөліп істей берейік па? Да, үстіне какао сыпать етейік, не болса да істеп көрейік, рецепт до конца орындайық, қалай істейік. Короче, хотя бы пудинг жасайық та, Давай. Хотя бы пудинг болсын да бізде, кәмпит болса да пудинг болсын. Біз интернеттен тапқан видеомыздан кішкене алыста аунау. Негізі дұрыс қайнатып, дұрыс деген кезде менің ойымша дәл сондай шығар еді, себебі көптеген адамдарда ол нормально шық. Біз бірден кесін қатестіп жердік қой. Біз дұрыс қайнатқан жоқпыз оны. Аз уақыт қайнаттық деп ойлаймын. Енді қасықпен жеп көрейік. Сен бірінші. Мынау шынымен де бұл кәмпит деп айта алмаймын, бірақ бұл жақсы пудинг. Так. Тым тәтті деп айтайын деп тұрмын да, бірақ ондай тым тәтті емес та, бірақ тәтті. Тұраш. Мен бауырсақпен көрейін де. Стоять. Короче, бізде бұл блюдо шықты. Бұл десерт шықты. Мынау дұрыс шықсын десеңіз, осындай кішкентай бауырсақ керек болады сізге. Көректе? Негізі саған ба, маған ба? Маған. Менің ойымша дәмі жағынан, чисто дәмі жағынан бізде осы ғана шықты. И то білмеймін қалай шықты. Ал достар, біз бүгін 3 рецепт дайындадық. Олардың екеуі дәл шықты, бірақ біреуінің дәмі онша емес шықты. Ал маған келетін болсақ, оның керісінше сырты пайда болған жоқты, ал дәмі жақсы болып шықты. Сондықтан бұл рецептке біз плюс па, минус қоямыз ба? Жартылай плюс, жартылай минус. Екінші видео жартылай плюс, жартылай минус. Ал алмалар мен твикс ол кәдімгі плюс. Міне достар, бүгінге осы 5 күнге бізге созылған видео аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамыз. Ұнаған болса не істейміз? Міндетті түрде лайк басыңдар, пікір қалдырыңдар. Және достар, осы видеоның сипаттамасындағы танктардың сілтемесінен өтіп,
керемет ойынды ойнап кетуге ұмытпаңыздар, сыйлықтарды алыңыздар. Арнайы сіздерге дайындап қойды, сондықтан сыйлықтардан құр қалмаңыздар. Және достар, міндетті түрде осы видеоның астына қызыл подписаться деген батырма болады. Оған басыңыздар. Және достар, осы арнада көптеген подписчиктер тағы да жиналатын болса, біз өте көп ерекше рецепттерді тексеретін боламыз. Және жаңадан видеоларды кешіктірмей шығарамыз. Бүгінге осы. Азылға жазыл. Сен соң видеоға түсіріп атсың ба? Соңында болады. Чортсың ғой. Хорош, а? Мен твай қазір бірдеңке лақтырып саған. Твай тоқтатса жандағына.